Сәлеметсіздер оқушылар, қазақ тілі сабағын бастаймыз. 9-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы дауыссыз дыбыстардың түрлері. Дауыссыз дыбыс түрлерін білемін. Мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтаймын. Бірінші жаттығу кестеге қара. Дауыссыз дыбыстар неше түрге бөлінеді? Дауыссыз дыбыстар 3 түрге бөлінеді. Үнді дауыссыздарды ата, олардың айқындығын байқа. Үнді дауыссыз дыбыстар р, и, л, м, н, үннен тұрады. Дауыссыз дыбыстар сыңарларға ұқсайды. б, г, г, д, ж, з. Олар ұяңдалып айтылып тұр. Қатаң дауыссыз дыбыстар қатты айтылып тұрады. к, қ, п, с, т, ф, х, г, з, ч, ш, ш. Екінші жаттығу мәнерлеп оқы өлең туралы. Ең алдымен сөз етем. Бірінші ата өз әкем, екіншісі атамыз, үшіншісі арғата, төртіншісі бабамыз, бесіншісі түп ата. Қалай тыныш жатамыз, маған да ата бер бата. Алтыншысы тек ата, ұлы ата Өтепберген Ақыпбекұлы. Жеті атақты үлкендерден сұрап біліп аламыз. Қарамен жазылған сөздерді жатқа жаз. Дауыссыз дыбыс түрлеріне ажырат. Әкем, атамыз, арғата, бабамыз, түп ата, ұлы ата. Үшінші жаттығу шығармашылық көзілі. Суретке қара, осы сурет бойынша не айтасың? Суретке сүйеніп, өз отбасың шежіре ағашын жаса. Суретте шежіре ағашы бейнеленген. Шежіре ағашының түп тамыры атадан басталып, ініден аяқталған. Төртінші жаттығу жаңылтпасы жатқа айтып көркем жаз. Мына балалар немерелерің еді. Немерелерің бе, шөберелерің бе? Немерелерің бе? Немере, шөбере сөздеріне дыбыстық талдау жаса. Немере, н, дауыссыз үнді дыбыс, е, дауысты жіңішке дыбыс, м, дауыссыз үнді дыбыс, е, жіңішке дауысты дыбыс. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.